Фатима әпке очкимен отырды. Я подтверждаю. Ең алғаш екеуміз кездескен кезде очкимен көреді. Мен телефоннан көрсетіп, қараңыз әпке десем, жүгіріп келеді да, тұра тұр, қазір очкиін тағып алайын деп очкиін таға қояды. Сөйтіп, былайша айтқанда, очкиге көп уақыт кетірдік. Ал қазір өзі айтады, қалай болғанын нәтижесін. Қазір міне очки да жоқ қасында, телефонмен смело біздің сообщенияларды оқи алады, заказын сала алады. Жаңағы Белмеспек бар ғой, соны для женщин дегенді алыңыз. Бірінші заказына Белмеспек для женщин алған негізі. Соны алып, соны қазір 4-еуін ішіп бітірдім. Соны ішкеннен бастап мен бар ғой өзгердім действительно. Көзім көре бастады. Жаңағы ежелден болды деп айттым ғой, сол кетті. Сонан кейін таңертең ерте тұрғанда бір сергек оянамын да, жатсам тез ұйықтаймын. Бұрын ана тез ұйықтай алмайтынмын. Ол үшін ана персенді алып ішемін, успокоительный алып аламын, соның бәрін алып нететінмін. Мынаны ішкеннен кейін мен действительно өзім ойым да өзгерді, өзім айттым ғой, имиджім да өзгерді, барлығын өзгерттім. Шынымен 180 градусқа өзгердім. Денсаулығым өзгерді, жақсы бола бастадым. Содан семинарға барған кезде Фатима қайда демалдың дейді да, маған бәрі свежий айбат. Бетіңіз әдемі, шын әдемі. Сосын мен бүйтіп айттым, қыздар мен Швецияға барып демалып келдім дедім. Сөйтсем, күшті ғой, қанша күн болды дейді. Бәрі шынымен сеніп жатыр еді, мен өтірік айтпаймын. Просто қалжыңдамайсың ба? Сөйтіп, Швецияға бардың ба деп қойды. Я барып күшті, қалай екен деп қойды. Сөйтіп, олардың бәрі сосын кейін, қыздар мен компанияға кірдім осындай Орифлеймге деп сөйттім. Мені каталог, давай көріңдер, заказ беріңдер, мен осыны ішіп жатырмын дедім. Дейді ғой барлығы. Ол қандай витамин деді. Сол кезде 3 подружкам маған заказ берді. Содан оларға алып бердім. Бірінші өзіңіз қолдандыңыз, содан кейін барып ұялмай айттым да. Оларға ұялмай айтатын болдым да, өйткені өзім результат көргеннен кейін. Маған ең алғашқы айтқан алғысы маған кәдімгідей қуаныш сыйлады. Гүлнұр, мен саған бір нәрсе айтайын ба деп аудиозапись жіберген кезде мен көзімнен еріксіз жас ақты кәдімгідей. Потому что біреуден алғыс есту деген сөз ол прям кәдімгідей бақыт екен. Гүлнұр, сенесің ба, мен саған күшті жаңалығым бар, саған Алла разы болсын деген кезде мен кәдімгідей жүрегім дүрсілдеп ерекше бір сезім болды. Мен қазір очкиді тастадым ғой, мен қазір изжога болмаймын, дөңбекшіп түнімен ұйықтай алмайтынмын. Қазір мен ұйқым да тынышталды, бір өзімді сергек, бір энергичный сезінемін. Сондай болып қалдым. Рахмет саған, ең алғашқы заказымда Белмеспекті алыңыз, смело алыңыз, мен сізге толықтай гарантия бере аламын деп айтқаның рас екен. Действительно, мен осындай пайдаларын көріп жатырмын. Мен қазір телефонымды очкисіз жаңағыда электронный дневникке баға қойып